Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер, сіздермен бірге мен блогер Айбек. Біз бүгінгі видеомызда мынандай бір кереметтей посылканы ашатын боламыз. Ендеше кеттік достар, бастаймыз. Ал достар, қазір біз посылкамызды қай жағынан бастап ашқан дұрыс? Міне бір жағынан бастап ашқан дұрыс сияқты қазір. Так, міне достар, ашамыз қазір. Опана. Бұл қандай посылка мұ? Жіберек бір жерін. Опана. Мынау деген керемет посылка келіп тұр маған. Ал достар, бұл керемет посылка. Міне достар, бұл посылка, міне осындай посылка достар. Қазір біз бұны ашып, тексеріп көретін боламыз. Бұл сотканы кім екен? Ноутбук кім екен? Қазір достар, тексеріп болғаннан соң сіздерге көрсететін боламын. Ал достар, міне қазір біз мына кереметтей мынау микрофонымыз. Бұл микрофон соткіге істемейді екен достар. Бұл тек қана компьютердің микрофоны. Міне мини-джекті көрдіңіздер ме? Соткінікі емес. Мини-джек соткінікі емес. Компьютердікі бұл. Не жерде екеуі немесе біреу тұратын болса, ноутбук немесе компьютердікі болғаны. Ал үшеуі тұратын болса, бұл соткінікі. Міне мен қазір мына микрофонды пайдаланам. Соткімен Қытайдан келген посылка. Міне қазір көресіздер, мен мына алыстатам, дауысы естілмейді. Жай естіледі да, естілгенде. Міне қазір алыстатып тұрмын достар, жай естіліп тұрған болар, қазір жақындатам. Міне бұл микрофонды мен қолдан жасадым, қазір ішін ашып көрсетейін сіздерге. Міне бұл микрофон, ішінде наушник, міне наушник достар, мына жер мына микрофоны наушниктің сыртынан қақпағы бар. Мына жердегі мына губка, мына губка арқылы, осы губка арқылы дауыстар өте жақсы шығып отырады. Не көрдіңіздер? Ал мына микрофонға келер болсақ, бұл микрофон качество жағынан өте жақсы. Мен компьютерге қосып тексеріп көрдім, өте жақсы болып тұрады дауысы. Бірақ салмай ақ қойын, келесі бір ойындарға обзор түсіргенде осы микрофон арқылы түсіремін, сол кезде көре жатарсыздар. Бұл микрофон міне өте керемет, мына жерлері бүйтіп майысады. Міне майыстырып қойсақ болады, мынау басқа да өте әдемі тұрады. Мына жерінен мен дыбыс шыға ма деп ойладым, осы жерінен, бірақ дыбыс шықпайды екен достар. Оның ішінде өзінің тоқтары анау бірдеңелер болады шығар деп ойлаймын енді. Не дейміз енді? Ал достар, мынау өзінің пакеті мынау. Бір видео бірдеңе түсіріп болғаннан кейін шаң бірдеңе болып қалмас үшін пакеттің ішіне салып қоямыз. Ал достар, міне осымен біздің посылкамыз дәл осындай болды. Кереметтей микрофон, мынау. Қазір жақын дұрыстап көрсетейін. Міне кереметтей микрофон достар. Ал достар, осы сіздермен бірге болған мен блогер Айбек. Амандықты жүздескенше сау сәлеметті болыңыздар. Бай-бай.